Сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсел Алшорас қызы. Бүгінгі видеороликте жаңа рецептпен балды торттың яғни рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай, жаңа рецепт. Дәл осы рецептпен жасасаңыз қатпай, жақсы жұмсақ, өте жұмсақ болып, ауызға салсаң еритін балды торт шығады. Ең алдымен осы ингредиенттерді дайындап аламыз. Оның барлығын, яғни бөлек ыдысқа қойып қоямыз. Водяной баня, орысша айтқанда водяной баняға салып ерітетін боламыз. 250 грамм сары майға, 3 шай қасық бал және де 200 грамм қант қосып жақсылап үшеуін, яғни жаңағы водяной баняда жақсылап араластырып ерітетін боламыз. Шай отқа қоясыздар. Қатты қойсаңыздар қант дұрыс ерімей қалуы мүмкін. Сол себептен орташа отта жақсылап ерітіп шығыңыздар. Шамамен 7-8 минутта ериді. Содан соң кішкене қопсытқышпен тұзды қосып жақсылап араластырамыз жаңағы еріп біткен ингредиенттерімізге. Одан кейін 2 жұмыртқаны жарып салып жақсылап араластырамыз. Сосын ұнды қамыр болғанша, бірақ қатты емес, аз-аздан мөлшермен қосып отырыңыздар. Менде шамамен 700 граммдай қант кетті. Ол өте көлемді торт болады, шынымды айтсам. Одан кейін қатты илеудің де және де осылай кәдімгі қамыр секілді қолға жабыспайтын қамыр илеу міндетті емес. Қолға жабысатын сәл ғана сондай қамыр илейтін боламыз. Яғни өзіңізде араластырғанда білініп отырады. Бастапқыда вилкамен де араластырсаңыздар болады, шанышқының көмегімен. Одан кейін ұнды біркелкі салып араластырып, шай араластырып отырамыз. Бірден қатты араластыруға болмайды. Содан кейін 5-10 минутқа тұндырып қойып қоямыз, яғни бетін жауып қойып қоямыз. Содан соң барып өзі тынып, жаңа қамыр өзінің бойында консистенциясын барлығы жақсы нормада болған кезде слойларға бөліп 180 градуста 3-4 минутта пісіріп аламыз. Бұл медовый тортқа біз әртүрлі кремдер қоса берсеңіздер болады. Қайнатпалы крем немесе қаймақты крем, жаңағыдай эскимо кремі де, солардың барлығы жақсы үйлеседі. Одан кейін сгущенный молокомен кәдімгі сары майды араластырып та орта температурада, екеуін бірдей температурада қойып араластырып, солай крем жасап қосып жіберсеңіздер өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көруді кеңес етемін. Видеоны қарап отырсаңыздар, менде қатты ұйыған қамыр емес, яғни қолға сәл жабысып тұратын қамыр шыққан. Одан кейін пергаментный қағаз міндетті емес. Егер пергаментный қағаз болмаса, онда кәдімгі 12 беттік дәптердің жасыл парағын екеуін айқастырып қою арқылы солай жайсаңыз болады. Біркелкі жаю тәсілі де бар. Видеоны толық қарасаңыз, сол жерде көрініп тұр. Және де достар, менің инста парақшам осы видеоның жоғары жағында белгіленген, описаниеда да ссылкасы тұр. Сол арқылы өтіп тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ол жерде неше түрлі жеңіл-желпі рецепттер мен блог жүргізуге арналған құпиялар бар. Міне солардың барлығын жіберіп алмас үшін тіркеліп қойыңыздар. Видеоны толық қарап, тіркеліп бағалауды ұмытпаңыздар. Рахмет.
Және де осы кремді жағардың алдында сүт, аз ғана қайнақ су, сосын кішкене ғана қант қосып үшеуін жақсылап араластырып пропитывать етеміз әр коврышты. Яғни осылай пропитка жасаймыз. Әр коврышқа шамамен примерно 2-3 миллиграммдай кетеді. Щеткамен жағып, жақсылап щеткамен жағып, әр жеріне кремді тигізіп жағамыз. Және де осындай жанында қырқынды, яғни крошкалардың бірдей болып түсуі үшін сүзгінің көмегін пайдаланамыз. Сүзгіге осы крошкаларды салып, үстінен себелеп өтсек, онда бір келкі болып жағылады, және сіздің креміңіз қалай жағылғанын білінбей қалады. Содан соң осы крошкаларды жақсылап езгілеңіздер. Осы рецепт арқылы заказ қабылдап, неше түрлі табысқа жетудің түрлерімен айналыссаңыз болады. Міндетті түрде бағалап кетіңіз. Ас болсын.